30 жыл бұрын әлем картасында Қазақстан деп аталатын жаңа мемлекет пайда болды. Тәуелсіздігімізді алып, шекарамызды бекіткен соң тұңғыш президентіміздің жарлығымен алғашқы болып Қазақстан Республикасының ішкі әскерлері құрылған болатын. Ол қазіргі кездегі ұлттық ұлан болып табылады. 30 жыл ішінде тәуелсіздікпен тұспа-тұс дүниеге келген қазақстандықтардың жаңа буыны өсіп жетілді. Мен егемен елде дүниеге келгеніме, сондай-ақ мемлекет тілді еркін үйренуге мемлекет тарапынан жағдайлар жасалғанына қуаныштымын. Жауапкершілік жүгінің салмағын сезінемін. Бала кезімде әскери фильмдерді жақсы көретінмін. Және әскерлер жайлы атамның әңгімелерін үйіп тыңдайтынмын. Әскери киімді киюді, отанды қорғауды, қасиетті борышымды өтеуді қаладым. Сондықтан армияға бардым. Қазіргі таңда әскери бөлімде әскери қызмет етемін. Жалпы егемен еліміздің ұрпағына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Еліміздің осы кезге дейін қол жеткізген табыстарын баяндап етіп, аға буынның ерлік пен еңбек дәстүрін сақтау басты мақсатымыз. Қазақстан Республикасы әлем мойындайтын айбынды мемлекетке айналды. Ендеше шекарамыз тыныш, мемлекеттік тіліміз мерейлі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын.